Сәлеметсіздерме? 4-нче сынып білім алушыларына арналған дүниетану пәні бойынша менің туристік маршрутым тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 31-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз ақпараттың қолжетімді көздерін пайдалана отырып жалпы Қазақстан бойынша, Астана қаласы бойынша туристік бағыт құру. Дескрипторы: туристік маршрут жоспарының мәнін білесің. Қазақстанның көрікті жерлеріне туристік маршрут құруды үйренесің. Ендеше тірек сөздер: маршрут. Маршрут деген сөзді естігенде нені елестетесіңдер? Туристік маршрутты жоспарлау. Ол үшін бізге қандай құралдар қажет? Нені білуіміз қажет? Алдымен қай жерден бастайтынымызды анықтаймыз. Картадан баратын жерлерді белгілеп, нысандарды нақтылаймыз. Ол киелі орындардан басталып, табиғаттың көрікті жерлерінен аяқталады. Туристің таңдап алған бағытына туристік фирма өз қызметін ұсынады. Туристерге көлік және экскурсия жетекшісінің таныстыру қызметі көрсетіледі. Туристер барған жерде тарихи және табиғи ескерткіштермен тамсанады. Мұндай жерде экскурсия жетекшісінің көмегі қажет пе? Әрине, бұл жерде экскурсия жетекшісі көмегі өте қажет. Себебі біз білмейтін дүниелерді сол жетекші арқылы танып білеміз. Ендеше отанымыздың тарихи жерлеріне саяхат жасайық. Қазақстанда халық құрмет тұтатын қасиетті жерлер бар. Ендеше келесі бейне жазбадан сол қасиетті жерлерге саяхат жасаймыз. Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Орта Азия мен Қазақстандағы теңдессіз тарихи жәдігер. Бұл ғажайып сәулет өнерінің туындысы өз бойына ертеден келе жатқан жергілікті және шығыс мұсылман құрылыс тәжірибесін жинақтаған бірегей ғимарат. Бұл ғажайып ғимарат әулиелердің сұлтаны Құлқожа Ахмет Яссауиге зор құрмет ретінде оған деген халықтың шексіз сүйіспеншілігіне орай Әмір Темірдің бұйрығымен 1397 жылы салына бастаған Қожа Ахмет Яссауи сәулет ғимараты айқын, дәл әрі үйлесімді жоспармен салынған. Деректерде Әмір Темір кесенесінің салынуына бұйрық беріп, әрі жобасын жасауға да тікелей қатысқан. Қожа Ахмет Яссауи сәулет ғимараты аса үлкен порталды күмбезді құрылыс. Оның ені 46,5 метр, ұзындығы 65 метр. Ғимараттың орасан зор порталы ені 50 метрге жуық, порталдық аркасы 18,2 метр және биіктігі 37,5 метр. Және бірнеше күмбезі бар. Оның орталық бөлмесінің төңірегінде түрлі мақсатқа арналған 35 бөлме салынған. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі жамағатхана, қабірхана, мешіт, кітапхана, үлкен ақсарай, кіші ақсарай, асхана, құдықхана және бірнеше құжыра бөлмелерден тұратын діни ғұрыптық, діни ағартушылық, тұрмыс салт қызмет түрлерін атқаруға арналған аса күрделі, аса зор кешенді құрылыс болуымен ерекшеленеді.
Ол аңызға айналған адам болған. Халық арасында оны 500 ғасыр бойы өмір сүріп, Мұхаммед пайғамбардың қауымынан болғанын айтады. Арыстан баб бүгінгі күнге дейін ежелден келе жатқан ең жұмбақ тұлғалардың бірі болып қала береді. Аңызға сүйенсек, Мұхаммед пайғамбар Арыстан бабқа құрманың сүйегін беріп, қасиетті ілімді жалғастыратын лайықты мұрагерге ұсынуын бұйырады. Бұл үшін пайғамбар жолдасына ұзақ өмір сыйлады. Жарты мың жылдықтан кейін Арыстан баб 7 жасар Ахмед Яссауиді кездестіреді. Осы бір баланың пайғамбарымыздың ілімдерін жалғастыру керек екенін бірден түсінген баба аманатын береді. Бекетаты мешіті салынған аумақтың табиғаты ерекше. Желге қақтылған жартастарға қарап, табиғат ананың шексіз қиялына таңғаласың. Теңіздің жағаға соққан толқыны жұмсақ тастарды қиып, оларға жұмбақ пішіндер берген. Әппақ тастар, ақборжондар, көз сүйсінер көркем табиғаттың тамашасына таңыр қамасқа амал жоқ. Міне балаларым, біз Қожа Ахмет Яссауи кесенесін, Арыстан баб кесенесін және де Бекет ата жертасы мешітін саяхат жасадық. Ендеше, отанымыздың оңтүстігінде туристік бағыттармен жүріп отырсаң, көпшілігі рухани киелі орындар саналатын тарихи ескерткіштерден тұрады. Тарихи ескерткіштер мемлекет тарапынан қорғауға алынған. Ендеше сіздерге тапсырма. Туризм саласында Қазақстан мен Ресей арасындағы байланыс артып келеді. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласы бойынша туристік маршрут құрыңдар. Нұр-Сұлтан қаласындағы өздерің білетін көрікті орындарды туристік маршруттың тізіміне қосыңдар. Қазақстанның табиғи көрікті орындарының туристік маршрутын жасаңдар. Өлкең бойынша өз туристік маршрутыңды ұсын. Өз қалаңдағы көрікті орындардың жарнамасын жаса. Осы тапсырмалар бойынша кері байланыс жасаймыз. Ендеше біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.